Егер балаңызға қатты суық тиіп, жөтелетін болса, халықтық ем-домды қолданып көруге болады. Кешкісін үлкен бір жуаны алып, ұсақтап турап, 2 ас қасық қант салып қояды. Ауырған бала дайындалған сол шырынмен қоса тәтті пиязды күні бойы біртіндеп жеп тауысуы керек. Егер мүлде жегізе алмағандай жағдайда тым болмаса шырынын ішкізу қажет. Осылай бірнеше күн емделсе, бала тез сауығып кетеді. Тағы бір амал, жуаның шырынын теңбе-тең етіп, балмен араластырып беріңіз. Бұл салқын тиген жөтелге де жақсы. Шомырдан жасалған дәрі жөтелді жақсартып басады. Домалақ қара шомырды таңдап алып, жоғарғы ұшын кесіп алып тастап, ішін 3-тен 1-дей шамада кеулеп ояды. Осы шұқыршаға оның бөлінетін шырынына да орын қалатындай етіп бал салады. Шомырды тамыры батып тұратындай етіп су құйылған ыдысқа салып қояды. 3-4 сағат өтіп, шырыны жиналғаннан кейін балаға соны ішкізеді де орнына қайта бал салып қояды. Баланың өкпесі әлсіз болса, жөтеліне қарсы мынадай ем жасау керек. 2 шай қасық сары май, шикі 2 сары уыз, 1 ас қасық ұн немесе крахмал, 2 ас қасық балды жақсылап араластырып, күніне 4 мезгіл береді. Жөтел көбіне таңертең күшейетіндей болса, сарымсақ тұнбасын, қою қант сірнесін, және аздап крахмал қосып, ұйқыдан тұрғаннан кейін бірден ашқарынға жегізу керек. Ал жөтел жатарда мазалайтын болса, 2-3 тамшы йод тұнбасын қосып 1 стақан су ішкізіп жатқызу керек. Егер балаңызға қайта-қайта салқын тиіп, жөтеле беретін болса, көктемде оған қайың шырыны мен сүтті араластырып, аздап ұн немесе крахмал қосып беріп, тыңайту керек. Ал жөтелден бір жолата жазылу үшін, шыдамдылықпен әдіс-амал жасап, балаға жаз бойы мынадай шөптердің тұнбасын ішкізу керек. Қалақай, жол желкен, дала қырық буыны және күлқайыр шөптерін кептіріп, дайындап алып, әрқайсының үгіндісінен 1 шай қасығын 4 стақан қайнаған суға тұндырады да күніне 4 мезгіл, тамақ алдында жарты стақаннан ішкізеді. Бұл ем-домның ережесі бойынша баланың жас ерекшелігіне қарай күніне 3 рет немесе 4 реттен, аз көптік өлшемінде өзертіп отыру қажет. Аршаңа бірдей, 4 жасқа дейінгі балаға шай қасықпен 3 мезгіл төр. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының PhD докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы, Қазақстан-Ресей медициналық университетінің неврология кафедрасының аға оқытушысы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.